Сәлем достар, қайырлы күн, қайырлы таң, қайырлы кеш. Бүгінгі эфирге ойбай. қош келдіңіздер. Бүгін бізде жыл премиясы деген сияқты жылдық нұсқа талдау жаңа жылдарыңызбен деп физика және математикадан есеп талдайтын боламыз. Ол үшін бізге жақсы көңіл күй керек достар. Біз соған дайындалып келдік. Біз оған 5 литр баклажка, 1 литр кола, әрине шоколад, сырты фольгадан болу керек. Бірдеңе әкелмейсің, крепкиларынан шығармайсыңдар маған. Мейрам деп әлдеқандай сумен несі бар, не қылатындай. Ақтан шығара берсеңдерші кірмей. Ақты астынан құйып беремін. Иә, түшін еқті балалар бар. Шайнекке не қылып. Беспалево шайнекке. Бастайық құрсын. Ондай мағынада емес, оны қолай аласыңдар да бүйтіп. Ой, масқара, даптарды ойнайын деген, ойнайын деген. Кеше ғана алдында мынандай болып жүрген балалар еді құрсын. Иә, қоймағаннан кейін жаңа жылдың алдында бір есеп шығарып, бір көмегіміз көрсетейік деп келдік сендерге. Иә, түсірмегелі көп болды ғой. Алдында бір жақсы видеолар түсіріп, мына физика, математика бәрін жақсы комментарий жазыпсыңдар. Иә, рахмет. Сендерге тағы бір пайдасы тисіне бір видео әкеліп отырмыз. Иә. Қоссайшы. Давайте ал, бастайық. Бірінші тапсырма. Ой, менен бастайды екен, әйтеуір болады. Математика. Так құрсын, егерде жалпы мұғалімдерге де балаларға да жарай береді, айтқан шығарсың, иә, пайдасы болады деп. Айттың ба? Жалпы мына осы қиын тақырыптардың бірі деп ойлайды адамдар, бірақ негізі ол түкте қиын емес. Мына қызылмен жазайын ба, көкпен жазайын ба? Айтшы, қайсысы көрінеді көзге? Қызыл. Қыздың көзі қызылда. Иә, мына настроение мынау ма, қайсысы мені? Ақшылды. Мынау ақшылды, мейлі. Бері қарағанда мына кубты ұмытып қалған кезде не істейсің? Бұл тақырыпта бір-ақ ереже бар. Мына айдың квадраты қаншаға тең білесің өзің бір бәле бұдан? -1. Комплекс сан деген бір бәлені қосты ғой. Ұрғында ессіз қалғарлар. Болмайтын бір тақырып, универдің тақырыбы мектепке қосып несі бар деймін да. Мына кубты просто бүйте салыңдар. 1 плюс и түбірас 3 дейсің да, квадрат де. Сосын жанына тағы біреуін жазып салыңдар. Жарай ма? Кубты ашқан қиындақ қой, квадратты оңай ашасыңдар. Міне, кубты квадрат и бір дәрежеде ажыратып алдың. Енді қысқаша көбейтуді салы жіберейік. Не болады? А квадрат, иә? Сосын плюс 2аб, содан кейін плюс б квадрат. Яғни мына идің квадраты және түбірас 3-тің квадраты не болады? 3 болады. Ай квадрат деген -1-ге теңдерік. Сонда бұл не болады екен? -3 болады. Апарып орнына -3 деп қоя салыңдар. Не шықты сонда мынау? 2 түбірас 3 и сосын -2. Болды. Ал жанында не бар? Жанында 1 қосу түбірас 3 не бар? И бар. Дұрыс қой, иә? Енді мына жерде кімді жақшанысына шығарып жіберейік? 2-ді шығара салыңдар. Соның ішінде түбірас 3 и -1 қалады. Жанында сол түбірас 3 и плюс 1 тур соның өзі плюсы шықты. Ал бұл қысқаша көбейту формуласы, иә? А минус б және а плюс б. Сонда мынаның квадраты не болады? Бағана квадраттадық емес па? 3y квадрат. 3y квадрат деген не болады ол? -3 болады. Жанында -1 болады. Сонда қанша шығады екен? -4 көбейту 2 -8. Болды, мына біреу дайын. Енді 7 дәрежені қалай ашамыз? Тоже көп бала қиналады, бірақ бұны бүйте салыңдар. 1 минус идің 6 дәрежесі, ал жанына тағы да 1 минус айдың біреуін жазып салыңдар. Солай ма? Енді мынаны 1 минус айдың квадраты, оның сыртына қанша деуге болады? Қанша деуге болады? Кубы деуге болады. Бағанағыда квадратты аша салайық. А квадрат, сосын -2аб плюс б квадрат. Сыртында кубтың өзі қалып қалады. Біз бағана айттық, ай квадрат деген -1 емес па? Мына 1 мен -1 не істейді? Қысқарып жоқ болып кетті, жойылып, -2 айдың кубы ғана қалып тұр екен. Дұрыс па? Бұл қанша шығады сонда? -8 және идің кубы болады. -8, мына кубты идің квадраты және иде жіберіңдер. И квадратың -1, мынау сонда -8-ден -1 не болып кетеді? 8 жанында 1 ай қалды. Артында тағы мына бәле бар емес па? Иә? 1 минус ай деген бәле бар. Болды, енді есеп шықты. Ашпай қойыңдар жақшадына. -8 бағана шықты емес па? Соны мынаған көбейте салып. Не шығады сонда? -64. -64 болады. Ал мына 1 иді ішіне тығыз жіберіңдер. Сонда 1-ді и және идің квадраты. -64, сосын и мынаның өзі -1, ол не болып кетеді? +1 болып кетеді екен. Болды, осы жауапты белгілей саласың. Түсінікті ма? Ол жауап бізде табат өздері. С. Иә, шығып тұр екен ғой, болды. С. Сәрсенбайдың келеді екен, келесі тапсырма. Көлбеу жазықтық деген 9-шы сыныптан бері келеді. Бізде былай дейді: альфа 30 градус көлбеулік бұрышы бар, және осы көлбеу жазықтықтың пәкі 80%-ға тең дейді. Осы көлбеу жазықтықтың көмегімен массасы 20 кг денені бір қалыпты дейді, иә? Бір қалыпты деген сөз ол тұрақты жылдамдықпен деген мағынаны білдіреді. Осылай серу үшін
қанша күш қажет дейді. Мына андай бәле емес жаңағы пайдалы жұмыс берді, бөлінген жұмыс бар. Иә. Көлбеу жазықтық суреті осындай. Мынау денені жоғары қарай тарту керек. F деген күшпен бір қалыпты тарту керек. Енді осындай жағдайда көлбеу жазықтықтың пәкін біз А пайдалы бөлінген А толық деп ашамыз. Пайдалы жұмыс дегеніміз ол mgh и бөлінген F көбейту L деген сөз. Енді бұл жерде маңызды мәселе математика бойынша мынау альфа деген бұрышқа қарсы жатқан катет H-тың мынау гипотенузаға қатынасы нені береді? Ол бізге синус альфаны береді. Есептің өзіне подсказка тұр екен ғой. Мынау H бөлінген L-ді біз аламыз да не істейміз? Синус альфа деп ашамыз. Сонда mg синус альфа бөлінген F деген формула қалады екен. Енді осы жерден F-ті түрлендіріп алайық. Күш тең mg синус альфа бөлінген пәк. Барлық қабырғаға келтіреміз. Масса бізде 20, g-дің мәні 10-ға тең, синус 30 градуста 0,5. И бөлеміз пәкті 80 деп жазмаңдар, 0,8 деп жазыңдар. 0,8-ге бөлеміз и есептейтін болсақ, бізде қанша шығады? Ондай жынуларда табылады жаңағы. 100 бөлінген 0,8 125 ньютон деген жауап шығады екен. Ол жауап бізде жауабы. З деген жауапқа сәйкес келеді. Әжептәуір жақсы есеп екен, мынау. Келесі. Мына жалпы енді бұл формуланы жаттап алуға да болады, бірақ енді қай формуланы қаншалықты жаттай бересің, дұрыс па? Бұл мынаны мұғалімдердің өзі де кейбіреу қиналады, балалар жақсылап үйреніп алыңдар. Бұны бүйте саласың, қараңдар. 3 альфа дегенді білесің ба? 3 альфаны қалай алсақ болады деп ойлайсыңдар? 2 альфа x деп жаза берейінші, құрсын балалар, оны альфа демей-ақ. 2x плюс x деп жаза салыңдар. Енді мына формула бар емес па? Косинус альфа плюс беттаға сала салсақ, косинус бізде өте эгоист адам, мына біреу сияқты, мына қараңдар. Екі нәрсені де өз алып алатын, эгоистичный. Содан кейін қырсық адам. Сен екенсің ғой таза бәрі, плюс десең ол ерегісіп минус дейді. Бірақ аяғында әйтеуір адам болып кішкене ұялып қалған құтқаны синусқа береді екен, мінекей. Сонда альфаның орнында 2x тұр, беттаның орнында кім тұр? X тұр, кеттік. Косинус 2x сосын косинус x, содан кейін қосу. Жоғай, минус. Азайту болады. Сосын синус 2x, синус 2x, сосын синус x дей саласың. Мынаған асып кетіп жүр, біз тұрмыз ба? Иә. Мынау не? Мынаны өшірейік. Өшіріңдер. Мынаны бүйтейін ба? Бұларды звондамайтын кезде звондап. Косинус альфаның формуласы косинус квадрат x, содан кейін азайту синус квадрат x болды. Жанында косинус x бар. Мынау ше? Бұл бізде 2 синус косинус x. Дұрыс па? Бұнда 2 синустан 2 ғой? Не болады ол? Синус квадрат x жанында косинус. Жақсы. Енді мына біздің мақсатымыз бері қараңдаршы, балалардың ерде бәрі кім болып тұр? Бәрі косинус болып тұр. Ал синус пен косинустың квадраттарының қосындысы бірге тең. Так что мына синустың орнына бүйтесіңдер, мына косинус квадрат x өзі тұра берсін. Ал мына синустың орнына бір азайту косинус квадрат x. Жақша, алдында минус тұр. Сол үшін минус 1 плюс косинус квадрат x болады. Жарай ма? Жанында не бар? Косинус. Жақсы. 2 синустың орнына тағы да бір азайту косинус квадрат x, жанында косинус x. Болды, тез шығарып тастайық. Мына жерде косинус пен косинус екеу болады ғой? 2 косинус, бірақ сыртында тағы бір косинус бар. Не болып кетеді? Куб x. Жақсы. Минус 1-ді косинусқа көбейтесің. Косинус x. Мына жақта минус 2 плюс косинус. Былай істейік, минус 2 косинуспен көбейтіп жіберейік. Сонда қанша болады? Минус 2 косинус, сосын плюс 2 косинус квадрат x. Куб x болады. Қара, мына жерде квадрат, балалар, мына жерде тағы біреу бар. Көрдіңдер ма? Жақшаны толық ашасың. Сонда мына мен мынау 4 косинус куб x азайту не болады екен? 3 косинус x деген осылай формуланы я болмаса жаттап ал, я болмаса осылай қорытып үйреніңдер. Дұрыс белгілеп па мына біреу, көрші? 4 косинус куб альфа минус 3 косинус альфа. Я бұл жерде дұрыс жауабы В болады. Келесі тапсырма қыздырғыштың температурасы. Көп емес, аз қантай ғана. Осыдан кейін корпоративке бару керек, құрсын тез. Корпоративке билейміз ғой. Қыздырғыштың температурасы бізде Т1 деген әріппен белгіленеді. Егер осы қыздырғыштың температурасын 2 есе арттыратын болсақ, жылу машинасының пәкі өзгеріссіз қалу керек, яғни бұл тұрақты болып қалу үшін салқындатқыштың температурасын қалай өзгерту қажет дейді. Енді қараңыздар, пәктің мына формуласын көп оқушылар біледі. Т1 минус Т2 бөлінген Т1. Мына Карно цикл деген бәлеміз бе? Цикл Карно деген. Енді математикалық амал бойынша біз бүйтсек болады. 1, мына Т1-ді Т1-ге бөлсең 1 шықпай ма, иә? Азайту Т2 бөлінген Т1. Енді қараңыздар, мына жерде
пәк өзгеріссіз қалу үшін сен қыздырғыштың температурасын Т1-ді 2 есе арттырсаң, значит сен салқындатқышты тоже 2 есе арттырасың. Сол кезде мынау 2 мен 2 қысқарады, сол баяғы өрнегің қалады. Сонда салқындатқыштың температурасында 2 есе арттыру қажет оп-оңай екен ғой мынау. С жауабын белгілейсіңдер. Даже сан мәндерін қойып та керек емес. Кеттік. Мына формуланы ашқанда бала бар ғой, Карно деген. Ол жап-жас кезінде ашыпты ғой мына формуланы. Сендерге ұқсап телефонға жатқан жоқ, қадалып азынан кешке дейін бір өте әдемі сүйкімді келген бала. 25 жасында ма, қанша жасында? Оларда TikTok болған жоқ па? Құрсын. TikTok деген бәле бәрін топасқа өлтіретін болды бәрімізді. Қайда кетті келесі? Не қылсаңдаршы? Не дейді мынау? Оқы жіберші. Мынау қараңдар, қорқынышты, мен әдейі сол қорқыныш есептерді алып қойдым. Қорқынышты болған сайын ол бір жеңіл деген сөзді білдіреді. Ол оп-оңай, бері қараңдар. Анықтау облыс деген мына жұп дәрежелі түбір, иә? Міне, түбір астынан мына квадрат түбірден ол мына ішіндегі нәрсе либо артық болады, либо нөлге тең болады. Көрдіңдер ме? Яғни түбір астынан тек қана плюс сандар шығады деген сөз. Енді бүйте саласың. Бір азайту 2023 дәрежесінде x квадрат минус 3x плюс 2. Осының бәрі мына бірінші түбірдің ішіндегі не болады екен? Артық немесе тең нөлден. Енді ана 2023-тің ана дәрежесін оң жаққа не істейік? Плюс қылып өткізейік. Иә, плюс қылып арғы жаққа өткізе салыңдар балалар. Енді кез келген сан 0 дәрежесі 1 ғой. Сол үшін мына 1-дің орнына 2023-тің 0 дәрежесі жазыңдар. Болды. Мына екеуі бір-бірімен не істейді? Қысқарады. Енді қараңдар. Түбір асты x квадрат минус 3x плюс 2 деген нәрсені бірінші жазайын, бер жаққа өткіздім. Ештеңе өзгерген жоқ, таңба. Просто мен ана өрнекті ыңғайлы қылып сол жаққа жатқызып алдым, иә? Мына кішіне тең кімнен екен? 0-ден. Енді тыңдаңдар балалар, осы жерде көп бала қате кетеді. Квадрат түбірден мына ешқашан теріс сан шықпайды. Мына кіші деген нәрсе өтірік ол. Кіші деген нәрсе өтірік, ол обманка. Бірақ тең деген нәрсе шын, көрдіңдер ме? Кіші дегенде қарамайсыңдар, тек қана тең деп, мынандай теңдеу қылып шығарып кетесіңдер. Ал қанша мына ветпен түбірлері? 2 менен минус 1 ма? 1. 2 мен 1 болады. Көбейтіндісі 2. Ой, осы вет деген бәлені өз бала 2-ге бөлінеді. Ветті түсінетін, түсінбейтін. Сен бір явно түсінбейтін бәлесің ау деймін. Мен дискриминант қате кетіресіңдер. Керек жоқ, ветті дұрыс білмесең шығармаңдар онымен. Дискриминантпен шығарыңдар. Ал енді почти кеп қалдық. Енді мына түбірше. Бұл түбір өзі бөлек, иә? Бұл түбір тоже 0-ден қандай болу керек? Артық немесе тең болу керек. Бұның түбірлері тоже қанша? 2 мен 1. Бірақ бұл теңсіздік қой. Ал мынау теңдеу. Мен бірінші теңсіздігімді сызып аламын. Мына 1 мен 2 дөңгелектерін боялған 1, 2, 3 деп жібересің. Плюс, минус, плюс. Қай жерін бояйсың артық десе? Үлкен жақтарын. Үлкен плюс жақтарын бояйсың. Бұл мына қызыл. Енді мен басқа свет алайын. Бұл қиылысу болу керек қой. Енді мына қызыл менен мына жауап қиылысу керек. Астына бөлек жерге мынау 1 деп өзін конкретно қарағып қоям, және 2 қап-қарағып қоям. Бірақ бұл аралық емес, бұл жай ғана теңдеу. Көрінді ме балалар? 2 нүкте. Енді ана қызыл бәле мен мына қара бәле қиылысатын аралық жоқ. Бұлар тек қана белгілі бір нүктелерде ғана қиылысып тұр. 1 және қанша екен? 2 екен. Көрдіңдер ме? Сонда бұл аралық емес, нүкте болғанда жақша міне бір а жауапта тұр. Фигурный жақша болады. Фигурный жақша 1 және 2 деген сөз. Ал бұл аралық емес, аралық болса жай жақша болады, немесе тік жақша болады. Көрдіңдер ме? Сол үшін бұл есептің жауабы нүкте болса андай болады. Фигурный, иә, сондай болады. Андай фигурный. Анилайдың фигурасы. Оның фигурасы ұқсамай қойсын. Келесі тапсырма. Ампер заңымен түсіндірілетін құбылыс дейді. Жалпы енді ампер ережесі электромагнетизмде кездеседі, иә, екі өткізгіштің әрекеттесуі жайлы. Енді бізде Эрстед деген ғалым мынандай дүниені ашқан болатын. Егер өткізгіштің бойынан тоқ жүретін болса, оның айналасында магнит өрісі пайда болады деп Эрстед айтты. Және ампер осындай екі өткізгіштің өзара әсерлесуін анықтаған ғалым. Егер осында екі өткізгішті бір-біріне параллель орналастырып, олардың бойынан тоқ жіберетін болсақ, олар өзара тартылады. Егер тоқтардың бағыттары қарама-қарсы болса, онда олар бір-бірінен тебіледі екен. Сонда бұлар тоғы бар өткізгіштің өзара тартылуы жайлы түсіндіреді екен. Кеттік. Теория екен бұл, иә? Тапсырмай. Анау қандай сандары? Сандары қорқынышты, бірақ бұл бар ғой, ай балам, бұл 2 секундта шығатын есеп. Сенбейсің ба? Бері қараңдар. Балалар жаттап алыңдар, жақсылап тұр. Егер осындай лимит деген тақырыпта бар ғой, лимит деген тақырыпта. Мына ең үлкен дәреже қараңдаршы, екеуінде де ең үлкен дәреже қандай? X-тің ең үлкен дәрежесі. 91, 1991, иә? Менің 91 жыл 91 менің жылға жақындап қалады екен құрсын. Айталам. Иә, бері қараңдар. Егер де осы лимит деген тақырыпта, мына X деген айнымалы бар ғой, сон дәрежесі алымында да
бөлімінде де ең үлкен дәрежесі бірдей болса, сол екеуінің алдындағы санды жауапқа белгілей салады екенсің. Міне. Жауап 1989-ды бөлесің кімге? 91-ге. 1991-ге. Болды, А жауап. Примерно сіздің туған жылыңыз. Соған айтпай ақ қой, қыздың жасы 18-ге қалған жағдайды сосын түсіндіреміз, иә, құрсын. 18-де деп қояды. Торричеллидің формуласы дейді. Мынау мен сыны мен точно білем. Бұл Бернулли емес па? Иә, бұл Бернулли. Физиканда жақсы қылмас. СССР-дің біліміне жететін білім жоқ. Мынау Бернулли. Мынаны да айтамын мен, тұра тұр. Мынау үзіліссіздік теңдеуі деген білеміз ба? Непрерывность. Ана трубаның балалар бер жағына кішірейген сайын атқып шығатын су қаттырақ барады, иә? Иә. Торричелли теңдеу, білмей тұрмын, что-то мына А жауап ау деп ойлап тұрмын. Бұл жерде Торричелли жауап. Оның физикалық мағынасы мынандай бөшкеге толтырып суды құямыз, оның беткі деңгейі мына жерде тұрсын, иә, жарайды. Енді бочканы осы жерінен бүйтіп инемен ба бірдеңемен тез жіберсең, одан су ытқып шығады. Осы судың ытқып шығу жылдамдығы түбір асты 2GH деп анықталады, және осы жердегі H деген биіктік, ол судың мынау еркін бетінен бастап, мынау тұрған саңлауға дейінгі арақашықтық деп аталады. Мынамен шатастырып. Биіктікке тәуелді, ол логично, иә? Чем выше, тем скорость больше. Ну, қысымға байланысты. А жауап ше не бере ол? А жауап ма? Ондай формула көрмеппін бар ғой. Өтірік бір әріптердің комбинациясы. Бәсе, сондай шатастыруға беріп қойған ғой, иә, балалар. Иә, ондай. Болып тұрады арасында. Ойбай. Так, бер қараңдар. Туынды деген оңай емес. Жоқ, оңай. Мына оңай, бірақ көп бала бар ғой. Мынандайдың туындысын дұрыс аламайды. Кейбір мұғалімдер ғой шатастырады. Мен әдейі екеуінің айырмашылығында балалар түсінсін деп алып отырмын. Бер қараңдар. Мынау бар ғой, LN бірдеңе шығады, соған жақындай. Мынау енді дәрежелік функция деп аталады. Ал мынау көрсеткіштік функция деп айтады. Бәрін көрсетіп тұрады да. Сонда бұның айырмашылығы қалай? Мынаның туындысы 2 алдына түсіп x болады. Дұрыс қой? Ал мынандайлардың туындысы ол 2x жанына логарифм қосыласың. Логарифм 2 болды. Түсіріп жүрмеңдер, x өздеріңді түсіріп жіберемін мен содан кейін. Түсіндіңдер ма? Балалар, айтпақшы, менде бір жақсы лайфхак бар, бір айта кетейінші. Кез келген бір көрсеткіштік функция, мысалға көрсеткіш функцияның туындысын тапқан кезде өзің көшіріп жазып, жанына ln осы санды жаза саласың ғой. Ал енді егерде интеграл келетін болса, міне интеграл, онда тура сол көрсеткіш функцияны көшіріп, ln жетті бөле саласыңдар. Туынды болса көбейтесің, интеграл болса бөле саласың. Болды, оп-оңай. Мынау енді күрделі мүшеге бөлу деген нәрседе енді ол сәл жұмыс істеу керек. Біріншісінен туындыны аласың, екіншісін көшіресің. Азайту, екіншісінен аласың, біріншісін көшіресің. Міне жақсы. Бөлесің бөлімінің квадратына, яғни x квадраттың квадраты не болады? 4 дәрежесі болады. Жақсы. Мынаның туындысы 2x елен 2, анау x квадрат. Ананың туындысы 2x, содан кейін 2-ның x дәрежесі. Бөлесің x-тің 4. Жақсы. Күрделенген. Жоқ, енді санды қоя саласың ғой, қараңдар. Көрінді ме? -1 деген санды қоя саласыңдар. 2-ның -1 дәрежесі 1/2, иә? Жанында кім бар? ln 2 жақсы. Нерде -1-дің квадраты 1 болып кетеді. Оны жазудың қажеті жоқ. -1-ді нерге келіп қойсаң, +2 болып кетпей ма? +2 болады. Иә. 2-ның -1 дәрежесі 1/2. 1/2. Мына 2 мен 2 не істейді? Қысқарады. Бөлімінде ше. -1-дің 4 дәрежесі қайтадан 1 болып кетеді. Болды, жауапсында 2-ден 1 елен 2 плюс 1. Ана жерде +1 бар ма? +1 кеттік. Давайте, кезекті тапсырма. Релятивистік қозғалысы. Эйнштейннің теңдеуі деген бір бәле емес па? Иә, Лоренц түрлендірулері. Енді андай ғой, бізде әлемде жарық жылдамдығына жуық жылдамдықпен қозғалатын ештеңе жоқ. Бірақ бізге Эйнштейн айтып кеткен. Егер дене жарық жылдамдығына жуық жылдамдықпен қозғалатын болса, ол дененің массасы, геометриялық өлшемдері өзгереді. Енді мынандай мәселе. Егер оның массасын қарастыратын болсақ, ол артады. Ал егер ұзындығын қарастыратын болсақ, ол керісінше қысқарып қалады екен. Сонда қараңыздар. Масса артады, ұзындық бізде кемейді. Енді мынау 0,6-сы деген, ол бізде v тең 0,6 жарық жылдамдығы бізде 3/8 дәрежесі. Олай есептеудің қажеті жоқ, мынандай бір нәрсе бар. Егер 0,6-сы деген коэффициент көретін болсаңыздар, мына жерде масса 1/25 есе артады дейміз, ал ұзындық 1/25 есе кемейді дейміз. Болды, оны шығарудың да қажеті жоқ. 0,6 ма? 1/25. Масса артады 1/25-ке, ал ұзындық кемейді.
Сонда 0,2-ні біз 1,125-ке бөліп тастайтын болсақ, 0,2-ні қаншаға бөлесің? 1,25-ке. 0,16 метр деген жауапты белгілей саламыз. Мен қорқып отырсам, ана бір түбір асты бір азайту в квадрат, с квадрат деген оны бүйтіп жазу керек болады енді. L тең L0 түбірдің астында 1 минус v квадрат бөлу с квадрат деп, аның орнына ананы қойып квадраттап. Зачем? Көп кездесетін өзі екі ақсан бар. Ол 0,8-сы және 0,6-сы. 0,8-сы десе коэффициенті 1,67 болады, 0,6-сы десе коэффициенті 1,25 болады. Масса артады, ұзындық келмейді. Оп-оңай екен ғой құрсын. Жаттай салатын нәрсе бар. Мына период дейді. Период деген бір өте жеңіл тақырыптардың бірі, сутін біліп алсаң главный. Енді бірақ балалар мына қате кетірмеңдер. Мына квадрат бар кезде есепте тригонометрия жұмыс істеуге болмайды. Квадраттың көзін құртыңдар, мен жазып қояйын. Дәрежені төмендету формуласы. Косинус квадрат какой-то бір жұлдыз звездочка. Бұл тең болады 1 плюс косинус 2 звездочка бөлінген 2. Яғни дәрежені төмендеткен кезде балалар, мына звездочка не істелінеді екен? 2 еселенеді. Неге аты дәрежені төмендету? Был квадрат, енді не болып қалды? Бір дәреже болды, сол ғана. Жасан, мына 3-ке қарамай қал. Түк керек жоқ. Қандай градусты да төмендетпеңдер. Жоқ, ол басқа нәрсе. Там өзі жақаласып мен біліп айтып отырмын ғой, сен физиканың, сен бір математиканы білмесең, не қылмай отырып шатастырып. Мынау қандай болады? 1 плюс косинус 2х-ті, мына звездочка 2х болып тұр ғой, соны 2 еселесең қанша болады? 4. 4х. 4 балам бар маған тең. Садектегі балаға сосын жайқалайды. Болды. Енді бұл дайын ба есеп мына? Почти дайын, енді бүйтесіңдер. Синус пен косинусты бала жаттап алыңдар. Период тапқан кезде әрдайым синус пен косинусты жоғарыға 2 пи қоясың. Бөліміне x-тің алдындағы коэффициентті жазасыңдар. X-тің алдындағы коэффициент қанша? 4 деген сан. Жаздың ғой. Мынаның бәрі ешкімнен дым қатысы жоқ, мыналардың дым керек жоқ. Қанша шығады мынау? Пи бөлінген ол 90 градус. Иә? Міне біреуі дайын. Мына 1991 деген ол обманка, вообще қарамаңдар оған. Мына 9 деген бәлеге тоже вообще қараудың қажеті жоқ. Ал тангенс котангенсте алымына пи қоясың. Бөліміне x-ның алдында тұрған сан қанша? -3. Бірақ бұл балалар ең кіші оң период, теріс санға мүлдем қарамайсыңдар. -3 болса да +3 пен әкеп қоя салыңдар. Міне +3. Артындағы градустың ешқандай қажеті обманка. Қанша бұл? 60 градус. 60, жақсы. Енді көп бала осындай жерде бір қате кетіп қалуы мүмкін. Екеуін байқамай қосып жібереді. Ол қате. Тем более ондай жауап неге? Жоқ. Ең соңында балалар, мына 90 мен 60-тың ең кіші ортақ еселігін ала саласыңдар. Ең кіші ортақ еселік деген екеуі де бөліну керекті нәрсе. 90 60-қа бөліне ма? Бөлінбейді. Бөлінбейді. 90-ға тағы 90 қосыңдар. 180 градус шықты. 180 90-ға да бөлінеді, 60-қа да бөлінеді. Сондықтан жауабымыз біздің Д болады екен. Мәссаған. Көрдіңдер ме? Ешқандай не қылатын несі жоқ. Алдындағы сонда дәрежесін түсірдік, коэффициентін алдық. Болды, бәрі болған. 2 пиді бөлдік. Синус косинусты 2 пи, тангенс котангенсте просто бір пи деп отырмыз. Так, не дейді? Келесі тапсырма тұрақты қысымда дейді. Яғни қысым бізде константа өзгермеу керек. Ол бізде изобаралық процесс. Енді осы жағдайда газдың температурасын 27-нен сразу кельвинге айналдыру үшін оған 273-ті қосасын, мынағанда апарып қосасын. Сонда 27-ге 273-ті қосаң ол сенде 300 кельвин, ал екінші жағдайдағы газ температурасы 627 қосу 273, ол бізде 900 кельвин еді. Енді сұрақ, газдың тығыздығы өзгере ме? Енді газдың тығыздығы деген бұл жерде қалай талданады? Біз Менделеев-Клапейрон теңдеуін білеміз, ПВ тең масса бөлінген мольдік масса көбейтілген РТ. Енді мынау отырған массаны біз қазір ро көбейту В деп, тығыздық көбейту көлем деп ашырсек, мынау В мен В қысқарып кетеді, бұларды алып тастай саламыз. Өшірден тығыздықты түрлендіре аламыз. Тығыздық тең болады. Қысым көбейтілген малярлық масса бөлінген универсал газ тұрақты и температура. Қысым тұрақты. Бұған тиіспейміз, мольдік масса деген ол да тұрақты, әр газдың өзінің мольдік массасы болады. R деген универсал газ тұрақты. Значит, мынау екі шама бір-біріне қалай пропорционал, бұлар бір-біріне кері пропорционал. Температура бізде 3 есе артатын болса, газдың тығыздығы бізде 3 есе кемиді екен. Сонда жауап бізде С болып қалады. Немесе оны басқаша да талдауға болады. Изопроцестер арқылы.
Изопроцестер арқылы талдайтын болсақ, В бөлу Т тең константа. Бұл изобаралық процестің теңдеуі. Температура 3 есе артса, көлем де 3 есе артады. Ал тығыздық дегеніміз ол масса бөлінген көлем. Көлем 3 есе артса, тығыздық қайтадан 3 есе кемейді деп осылай да талдай салуға болады. Ол уже екінші жолы есептің. Ей, Сәуле! Шығарып болдың ба? Шаш кетті. Тіліктер бітпей қалды. Мен де шошытамын, қайдағы шошыған. Кім жазып жатқан сәрсе? Мынау не қыл дейді? Қандай есеп, мынау векторларын жікте дей ма? Енді былай жасап көрейік мына жерде. Негізі официальный жолында 3 жүйе құрасың. Көріп тұрсыңдар ма? Кметесің мына. 12-ні табу үшін. Мынаның бірінші бәрін x-ке көбейтіп шығаймын. Мынаның саны қанша? 2, я? 2 x дейік. Сосын плюс мынаның несі 3, я? 3 y дейсің. Плюс қанша? Z. 0 z. Тең дейсің ананың бірінші саны 12-ге. Солай ма? Дальше, екіншісі. Минус 1 x, мына сосын. Минус 2 y, сосын. Минус плюс 1 z, тең қаншаға? Минус 8-ге. Жақсы. Соның кейін 0 x, я, сосын. Мына 1 ма? 0 x, 1 y, соның кейін 2z тең болады қаншаға? 0-ге. Болды, осыны тез шешіп тастайықшы. Ана бірінші есебің 2x плюс 3y тең қаншаға? 12-ге. Екінші есебің ше? Ретте жіберейікші, давайте. x плюс 2y минус z па? Тең қаншаға? 8-ге. Жақсы. Минус 1-ге көбейтіп жібердік. Минус 1-ге көбейтіп жібердік. Ретте. Мынау ше? y қосу 2z тең қаншаға? 0-ге. Мына жерде енді y-ің қаншаға z-ге тең болады? Минус 2z-ге. Солай ма? Дұрыс қа, ар жаққа өткізіп жіберсек. Енді мына y-ді апарып, қай жаққа қоя салайық? Мына біріншіге қоюға болады. Немесе екіншіге қоюға болады, я? Екіншіге апарып қойып көрейік. Не шығады сонда бізде? x сосын минус болып кетпей ма? Мына 2 менен мына көбейіп қанша болады? Минус 4z па? Минус 4z сосын минус z тең қаншаға? 8-ге. Жақсы. Мына x азайту қанша? 5z тең болады 8-ге. Енді осы y-ді апарып бірінші теңдеуге қоя салайық, я? 2x сосын қанша болады? Қосу. Минус 6z, я? Тең қаншаға? 0-ге. 12 емес па? Мынайға қойып атырмыз. Бірінші теңдеуге қойып. 2-ге бөліп жіберейік. x азайту қанша? 3z тең 6 ма? 6 болады, 2-ге бөлсек, дұрыс қой. 6 бөліміне мынаны алып келе саламыз, мынаны. Ол осыны шеше салайық. Есептейікші қанша болады мынау? Азайтсам ба екен, әлде қоссам ба екен, балалар? Азайта салайық, x пен x жойылады. Минус 3z, минус 5z қанша болады? 2z. Соның кейін? Минус 2 ма? Иә, минус 2. Дұрыс, z-ің қанша болады екен? Минус болды. Z-ің минус 1 болса, мынаяқта y-ің қанша шығады автоматты түрде? Плюс 2. Мына минус 1 қоя бізде? Плюс 2 болады, сосын x-ің ше? Әкеліңдер қоя салайық мынаяққа. X қайда? Мына жақта деймін. Мына қараңдар. Плюс 5, 3 болады ғой, я? Дұрыс қой. Болды, коэффициенттері сонда балалар 3, сосын 2 және соны іздей салыңдаршы, қай жауап? С жауап, е? Міне А-ң 3 болып тұр, Б-ң ше? 2 болып тұр, С-ң минус 1. Все, болды. Теңдеу шешу екен ғой, қатты. Иә, әшейін қарапайым жүйемен жұмыс істеп болады. Қайтадан ампер дейді. Негізінде ампер өте бір андай эгоист адам болған, отбасымен ажырасып кеткен деп айтады енді, иә? Ондай болмай қойыңдар енді. Так, былай дейді. Суреттегі контурда ампер күшінің мәні 0-ге тең болатын бөліктер дейді. Мынау ABCD деген, достар, бұл 4 бұрыш рама және раманың бойынан тоқ жүреді. Мынау плюстан шығады, минусқа кіреді. Енді ампер күші 0-ге тең болу үшін, достар, қараңыздар, ампер күші тең болады ампер бил сына деп айтады ғой, баласын ұрды. Неше түрлі способпен жаттайды бар. Енді бұл жерде қараңыздар, ампер күші 0-ге тең болу үшін, мынау отырған синус альфамыз 0-ге тең болу керек. Ал синус альфа 0-ге тең болу үшін, альфаның мәні ол бізде либо 0 градус, немесе 180 градус. Қараңыздар, индукция векторы деген, ол всегда n-нан шығып, мынау отырған n-нан шығып, s-қа кіреді, яғни ол былай қарай бағытталған. Осыған параллель бөліктерді іздейсіңдер. Параллель бөліктер ол BC және A-да. A-D және BC деген жауап, BC және DA депті. Ол бізде С деген нұсқаға сәйкес келеді. То есть, мынау индукция векторына параллель болатын бөліктерде ампер күшінің мәні 0-ге тең болады. Жақсы.
мынада мен 3 секунд тұрса белгілей салайын. Қараңдар балалар, оп-оңай сұрақ мына. Именно мынаны сұрайды ғой, қандай асимптота деп тұр? Вертикаль асимптота десе, бар болғаны бөлімі тең емес нөлге дейсің. Сонда x-ің қанша шығады екен? Минус 2-ден 1. С жауабы ойбай, мына біреу қате кетіп қапты ғой, құрсын. Мына асимптотаны кейін былай өздерің түсіндіремін. Ұзақ әңгіме. 1 балл. Иә, айырылып қалды дейді. Так, келесі тапсырма. Элементтер батареясы кедергісі 10 ом резисторға қосылған. Бұл кездегі тоқтың шамасы 2 ампер, яғни R1 деген кедергіні 10 омды жалғайтын болса, бізде тоқ күшінің шамасы I1 2 амперге тең болады дейді. Егер осы батареяны алып 20 омдық резисторға жалғайтын болсақ, тоқ күшінің мәні 1,5 амперге тең болады. Ішкі кедергінің мәнін анықтаңыз дейді. То есть қараңыздар, есептің физикалық мағынасы былай. Бір батареяге алып келеді, екі түрлі резисторды жалғайды. Бірінші жағдайда мынау резистордың кедергісі 10, екінші жағдайда оның кедергісі 20 ом. И сол кезде тоқ күші 2 және 1,5 болып өзгереді. Бірақ не өзгеріп жатқан жоқ? Батарея өзгеріп жатқан жоқ, сондықтан мен былай істеймін. Мынау батарея, сол баяғы батарея, сыртқы кедергісі ғана өзгеріп жатыр. Сонда мен бүйтемін. Ом заңы бойынша тоқ күші дегеніміз эпсилон бөлінген R плюс R. Осы жерден аламда эпсилонды түрлендіріп аламын. Эпсилон тең И жақшаның ішінде R қосылған ішкі кедергі. Енді бізде не өзгеріп жатыр? Резистордың кедергісі және ол жерде тоқ күші өзгеріп жатыр. Тең деймін да, екінші жағдайда I2 тоқ күші өзгереді, R2 қосылған R. Ал мына ішкі кедергі екі жағдайда да бірдей, бұл батареяның ішкі кедергісі. Сонда екеуінің сандық мәндерін алып мынау теңдеуге орындарына қоямыз да И теңдеуді шығарамыз. I1 тең 2, R1 кедергіміз 10 қосылған R тең болады, тоқ күші 1,5. И кедергінің орнына біз аламыз да 20 қосылған R дейміз. Теңдеуді жақшаны ашып жіберсек те болады, жарайды. 20 қосу 2R тең 1,5-ды 20-ға көбейтсем 30 қосылған 1,5R. R-ларды бір жаққа жинаймын, солға қарай жіберемін, сонда 0,5 R тең болады 10-ға, R тең болады 10 бөлінген 0,5 тең болады 20 ом деген жауап шығады. Егер батареяның электр қозғаушы күшін тап десе, E тең I R плюс R-ға салып жібересіңдер. I1 R1 либо I2 R2 деп қоясыңдар, ол жағдайда жауап өзгермейді. Если не знаешь закон Ома дейма, сиди дома дейді. Сендерге арналған ғой. Денег нету, сиди дома. Ары қарай кетті, иә. Сізде қанша ақша бар? Не қыласың, біреудің ақшасын санап. Жақында iPhone 17 әперді деп естідім ғой. Иә, құрсын. Мен ешқашан өзіме бірде бір мынандай украшение алған емеспін. Бәрі подаркілер. Жүзіктерім, сырғаларым көрдім деп ешқашан мен өзіме нағыз педагог хорошая женщина, которая уважает себя, не должна покупать себе украшения. Білесіңдер ме оны? Қыздар сонда өздерінің сережки, физрук. Так, трудовик деп. Мынау не қыл дейді мынау. Сен не қылмай отыр, кішкене құрсын. Так, не тап деп тұр? Қайдағы жоқ еске түсіріп. Есебімізді ұмытып қалдық қой. Z-1 тең болады қаншаға? Мынаны табу үшін мына 10-5 еді кімге бөлесің? 3-4 ға. Болды, осыған бөлесе аласың. Енді мынандай есеп шығаруға ешқандай да қиындығы жоқ. Тура мына иррационалдан құтылу деген бәле. Минус тұрса жанына несін көбейтесің? Плюсын көбейтемін. Плюсын көбейте саласың. Мынау қайда? Мынау солай ма? 3+4 дейді. Алым бөлім туысын көбейтесің. Бөлімінде 9 азайту 16 ай квадрат бола ма балалар? Бағанағы тема. Бағанағы тема 9 плюс 16 болып кетеді. Сонда 25. Бөлімі 25. Дұрыс қоя балалар, қате кетіп қалып жүрмейік. Алымында не бар? Алымында давайте 5 жақшанысынан шығарайық, не қалады ішінде? 2 минус I, я? Солай ғой. Ана жақта ештеңе шығарамын. Ана жақта ештеңе шығара алмайсың. Енді 5 пен 25 қысқартып бөлімінде 5 қалады, алымында жақша ашамыз. 2-ні 3-ге. 6. Ойбай масқара, мен 5 деп жазайын деп жатырмын ғой, сондықтан. 6, 2-ні 4-ге. 8 ма? 8. Дальше. Минус 3 сосын түнен кейін қанша анау? Минус 4 квадрат. Жақсы. Сонда мынау 5i болады. I квадраты минус 1 болса плюс 4 болып кетіп, 6 мен қосылып 10 болады. Солай ма? Дұрыс қой. Бөлесің қаншаға? 5-ке. Болды, қысқартып жіберсең, I плюс 2 ма? Дұрыс қой. Сонымен Z минус 1-іміз тең екен, I плюс 2-ге. Z тең болады екен, I плюс 3. Деп, А жауапты белгілей саламыз. Болды. Ешқандай қиындық. Мазга. Давайте. Келесі тапсырма. Бір атомды идеал газ дейді. Екі дедік қой формуласы.
Иә. Екі атомды болса 2-ден 5 А мына былай иә 2 атомды болса 5/2 болады. 3 атомды болса 6 дейді. 3 атомды болса 6 болады иә. Біледі екен ғой. Тұрақты қысымда дейді газды қыздырады және ол А тең 200 джоуль жұмыс атқарады дейді. Газға берілген жылу мөлшері қаншаға тең? Q тең қаншаға дейді. Енді изобаралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы Q тең дельта U қосылған А түрінде жазылады. Енді осы жерде Q тең, мынау дельта U-ды бар ғой, сіздер былай жазасыздар. 3 бөлінген 2, мынау 3 еркіндік дәрежесі 3-ке тең, бір атомды болғандықтан нью R дельта Т қосу А деп жазасыздар. Енді қараңыздар. Мынау тұрған нәрсе нью R дельта Т деген. Ол сіздерге онсыз да жұмысты береді, достар. Жұмысты береді. То есть жұмысты біз екі түрлі әдіспен ашыламыз. P дельта V немесе А тең нью R дельта Т деп ашуға болады. Изобаралық процесс үшін. Менделеев Клайпер тең. Енді мынаған ортақ бөлім келтірейік. Қанша болады? 2-ден 5 болады. 2-ден 5 А болады. Немесе оны 2,5 А десек болады. И бұл бізде Q тең болады. 2,5 көбейту жұмысымыз 200-ны бізде 500. Дарын деген жауапқа жақсы екен, иә? Әдем келеді екен, иә? Бәрін алдыңғы есеп С болды ма? Жоқ, алдыңғы есеп болмай қалды. Ладно. Айтпақшы, мен бір күшті қызық балалар лайфқа көрсетейін ба сендерге? Бері қараңдаршы. Мына осы анау 3 процестің авторларын сұрайды ғой, шатастырып аттарын. Мен бір қызық бірдеңе есімде қалып қараңдаршы. Шарль деген бар, солай ма, иә? Шарль деген бар. Содан кейін Гей-Люссак бар, қараңдар. Терминмен жазылу, дефиспен жазылушы еді ғой, иә? Гей-Люссак, үшіншісі кім еді? Бойль-Мариот. Бойль-Мариот. Қараңдар. Так. Кім еді? Жазылмай қалдық қой, құрсын. Бойль-Мариот, дұрыс па? Балалар қараңдар. Мен қалай жаттап алғам? Мен бір баяғыда физик болғанбыз ғой, енді балаларға түсіндіру үшін бір күлкілі қылуға тырыстық. Мариот дегенде соңғы әріп қандай? Т. Значит, бұл кімді ашқан? Изотерманы ашқан, қараңдар. Содан кейін бар ғой, жалпы енді мына көлемді, мысалға, көлем деген кезде, адамдарға объемный көлем дегенде бірден көп адамның көзіне шар елестемей ма? Дәу көлемді шар елестейді. Так что мына көлемді ашқан кім екен? Көлемнің процесін шар екен. Оның аты қандай? Шарль. Иә. Изохорлық процесс, иә. Содан кейін енді қысым. Ол қандай? Қараңдар. Изобара деген қысым ғой, енді жалпы қысым деген сөз. Енді қазіргі заманда, бұрынғы заманда білесіңдер, енді өздеріңді однополый адамдарға жалпы әрдайым қоғам қысым көрсетеді деген нәрсе. Осындай енді бір жаңағы шағын күлкілі. Иә. Балалар әзілдеп айту керек. Өйткені неге әзілдеп айтқан нәрсе есте қалады всегда. Дұрыс айтасыздар. Ш деген үлкен әріп изотерма, Шарль изохора көлем. Онда кім екен? Ол изохора көлемді ашқан Шарль, ал қысымды кім ашқан екен? Қысым түсіреді кімдерге? Мен не көңілді қара. Қазір оларға да қысым түсіп жоқ құрсын. Халық үйреніп күлеміз ба? Ол бізге күлемі ақ білмеймін, кімге күлетін қазір. Оларды ешкім жамандамайды әсіресе. Никонет дегендерді бәрі эфирде отырып қанша ақша табады? Білмедім. Әдемі болып жаңа неше түрлі, ешкімге жамандамайды, неше түрлі қыздардан әдемі деп қазір жақсы комментарийлер жазып жатыр. Білмеймін, қазір кім-кімге күлетін қоғам болып қалды құрсын. Заман сондай. Ал енді достар, бітті ма? Иә, бітті. Біткен ой бұл. Оқушыларға, әріптестерімізге жаңа жылға құттықтауға не айтасыз? Мен бірінші айтайын, жоқ, бата емес. Тез бата бересіз. Айтпақшы, дәстүр екіге балалар бардыңдар ма? Өте жақсы түсірген фильм. Фантастика болса өте қызық түсірген. Масондар туралы көп жақсы нәрсе, жақсы көрсеткен екен. Масондар сотталып кетіп жүрмей құрсын. Қиып тастаңдар мына жерден. Мына жерді алып тастаймыз. Ал енді балалар, мына әріптестер не дейміз, жаңа жылдары құтты болсын. Жаңа жыл сендерге жаңа бақыт әкелсін, жаңа табыстар, шығармашылық табыстар тілеймін. Мына еңбектеріңнің бәрі ақталсын құрсын. Мына ескі жылда бүкіл жаман эмоцияларың, ренжіштерің, бәрі жалқаулықтарың қалып, жаңа жылда сондай жаңа энергиямен жақсылап тұрып, өте үлкен дәреже жетістіктерге жете беріңдер. Көп сөйлемей-ақ қойыңдар. Жақсы. Сол үшін алып қойайық. Жақсы достар. Келесі уақытта аман есен жолыққанша. Сау болыңыздар.